Қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен осындай өте жылдам дайын болатын, өте дәмді тамақтың түрін жасап үйренетін боламыз. Бізге осындай спагетти керек болады. Болгар бұрышы керек болады. Сәбіз керек болады, чеснок және пияз керек болады. Фарш керек болады. Менде қойдың етінен жасалған фарш. Және томат керек болады. Сковородкаға майды құямыз. Және кастрөлге су құйып, қайнауға қойып қоямыз. Ең бірінші пиязды саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Үстінен теркадан өткізілген сәбізді саламыз. Пияз бен сәбізді жақсылап қуырамыз. Болгар бұрышын саламыз. Чеснокты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кастрөлдегі суымыз қайнаған кезде татымына қарай тұз саламыз. Спагеттиді салып, 10-15 минуттай қайнатамыз. Сковородкаға фаршты саламыз. Шай қасықпен 3 қасық томат саламыз. Кішкентай шай қасықпен 2 қасық соя тұздығын қосып жібереміз. Су құямыз. Подливтан асып тұру керек шамалы. Тұз саламыз. Азырақ қызыл бұрыштан және қара бұрыштан саламыз. Сковородканың қақпағын жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз, баяу отқа. Міне біздің спагеттиларымыз пісіп, дайын тұр. Міне достар, осындай өте әдемі, өте дәмді, керемет тамақ болып шығады. Жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.